Барлығыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Ақмарал мен тоқыма тоқу каналына. Каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар видеоны көрмес бұрын. Ал бүгінгі видеода шнур тоқып үйренеміз. Яғни мынандай круглый шнур тоқып үйренеміз. Және де қарапайым шнур тоқыпты да көрсетемін сіздерге. Кез келген өзіміздегі бар жіппен тоқи беруге болады. Шнур жіпті талғамайды. Және де сәйкесінше біз осындай крючок тауып аламыз. Менде 2 миллиметрлік крючок. Және де жібім Alize Diva Plus жібі. Осы жіппен круглый сіздерге қазір шнур тоқуды көрсетемін. Ең бірінші осылай жіпті алып аламыз да 3 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3. Воздушный петля менде 3 міне. 1, 2, 3 петля. Сосын мына тұрған екінші петлядан петля шығарам, бірақ тоқымаймын. Крючогымның басына іліп қоям. Одан кейінгі тұрған петлядан да петля алам да крючогымның басына іліп алып тоқымаймын. Енді мына тұрған біздегі төменгі жағын мықтап ұстаймыз былай. Сосын крючогымызды шығарып, мына бірінші тұрған петляны тоқимыз бірінші. Келесі екінші петлямызды тоқимыз. Содан кейін үшінші петлямызды тоқимыз. Міне, мына бізде бірінші қатар. Тағы да түп жағын дұрыстап ұстап тұрамыз. Ең басында мына үшінші тұрған петляны мықтап ұстасақ болды. Себебі ең соңғы болғасын шығып кету қаупі бар. Жаңағы сырғып шығып кету мүмкін тоқу барысында. Енді мынада да солай. Біріншісін, екінші, және менде шығып кетіп жатыр. Қайтадан тоқып жүрейін. Мықтап ұстап тұрамыз. Осылай қатардан қатар созып, жылжып тоқи береміз. Және өзімізге керекті ұзындықта тоқуымызға болады. Қазір бір шама сіздерге ұзындықта тоқып көрсетейін. Шнурды сатып алмай, өзіміз керекті жіңімізде тоқып алуымызға болады. Мықтап тұрып ұстап тұрсақ болғаны. Және де шнурдың қалыңдығы мына сіздердің қолданып отырған жіптеріңізбен және де крючоктың да размеріне байланысты болады. Крючоктың размері неғұрлым кішкентай болса, соғұрлым сәйкесінше жіңішке болады. Ал жіпте крючокта кішкене қалыңырақ болса, онда ода сәйкесінше біздің тоқып отырған бұйымымыз соғұрлым қалыңырақ болады. Мінекей, мынандай бізде әдемі шнур пайда болады. Тағы да бір келесі түрін көрсетейін. Егерде шнурды тоқып біткеннен кейін, мынаның барлығын бірге тоқимыз. Және тағы да бір петля тоқып, осы жерден үзіп тастаймыз. Келесі түрін көрсетейін сіздерге. Мына басқа жіппен қолданып көрсетемін. Бұнда енді қарапайым әдісімен пайдалануға болады. Егерде бұл тұрық сіздерге қиын болған жағдай болса, примерно бір 15-20 петля алып көрсетейін сіздерге. 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Енді 16 петля алдым. Енді мына біздегі ана петляларымыз былай тұрады. Мына артқа қаратқан кезде әрбір петляның артында мынандай петлясы болады. Осыған былай соединительный петлямен жүріп өтуге болады. Барлығын былай етіп. Осылай да жасауға болады. Енді сәл кішкене жіңішкелеу шнур болады. Бірақ сонда да өте әдемі шнур болып шығады. Бұндай да әдісі бар. Және жаңағы біз тоқып өткен бірінші шнурдай шнурды 4 немесе 5 петлялы қылып та тоқуға болады. Бұл енді 3 петлялығы ең оңай және де былай айтқанда практичный түрі. Осылай да тоқуға болады. Бірден керекті өзіміздің жаңағы ұзындығымызға петляларды ағылып осылай да тез тоқуға болады. Барлығы артқы бетіндегі петляға соединительный петлямен жүріп өтеміз. Мынандай шнур шығады бұда да. Бұл екінші варианты. Осылай шнур тоқып, әдемі қылып бұйымдарымызды үйренейік. Каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де басқа да тегін мастер-класстардан қалып қоймас үшін колокольчик батырмасын басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау саламатта болыңыздар.